Қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз сіздермен вареный сгущенка мен пирог пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Вареный сгущенка ол бізде карамель сияқты, сондықтан карамельді пирог десек те артық етпес. Ол үшін алдымен біз қамырын дайындаймыз. Алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Сосын үстіне сахарный пудра саламыз. Егер сахарный пудраңыз болмаса, онда қант болады, бірақ ірі болмау қажет, майда болу керек. Одан кейін бөлме температурасында осындай жылы май, осы үшеуін біз қолымызбен ұнтақтаймыз. Содан соң үстіне бір жұмыртқамен тағы да бір жұмыртқаның сарысын араластырып құйып, қамырымызды илейміз. Мына екінші жұмыртқаның белогын қойып қойсаңыз болады, себебі ол бізге начинкаға керек болады. Қамырымызды илеп алдық. Мінекей, енді осыны біз бөлме температурасында минимум 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болайын деп қалған кезде біз начинкасын дайындауға кірісеміз. Маған осындай бір банка сгущенка керек, вареный сгущенка. Одан кейін орех, негізі міндетті емес, бірақ кішкене болса да қосуға тырысыңыз, себебі ол да ерекше дәм береді. Және де жұмыртқаның белогы. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз, біздің начинкамыз сонымен дайын. Арада бізде 2 сағат өтті, біздің қамырымыз дайын. Дайын қамырымызды пергаменттің үстіне қойып, бірден пергаментке жаямыз. Бірақ алдымен қамырымызды екіге бөліп алайық. Менде кіші бөлігі қамырдың бетін жабуға қажет болады қазір. Ал үлкен бөлігін осы пергаментке жаямыз. Ұнды көп себудің қажеті жоқ, себебі қамыр онша қолға жабыспайды. Бірақ сонда да кішкене жабыспау үшін ұнды чұқалап қана себеміз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап жайып аламыз. Мен диаметр 20 см қылып пісірдім. Осындай формаңыз болса, немесе басқа да формаларыңыз болса, осылай өлшеп алып істей бересіздер. Форма керек бізге, себебі біз қазір шетін қамырдың бортики жасаймыз, әйтпесе біздің начинкамыз ағып кетеді. Енді кішкентай бөлігіне кірсеміз. Кіші бөлігін бетін жауып тұратындай етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай бетін сәндесеңіз болады. Мен осылай сәндедім. Өз еркіңізде немесе полоска ретінде кесіп, оны қойып шықсаңыздар да болады. Өз қалауыңыз бойынша. Артылған қамырды біз осындай шетіне жапсырып жібереміз. начинкамызды құямыз.
сосын бетін ана қамырымызбен жақсылап жабамыз. Болғаннан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған 180 градус пешке 15-20 минутта қамырымыз қызарғанша пісіреміз. Бізде пісіп болғаннан кейін ортасындағы сгущенка толықтай суығанша бізде жұмсақ болады, сондықтан ыстық күйінде кеш жіберуге болмайды. Міндетті түрде 1 сағат 2 сағаттай оны салқындатуымыз қажет. Содан кейін ғана кесіп